Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бір ерекше бір жерді көрсеткім келіп тұр. Бұл Қазақстанның жүрегі Астана қаласына жаңадан бой көтерген ең ауқымды, ең сән салтанат мешіт, ең заманауи әрі рухани сәулетті үлкен мешітіне бірге саяхат жасайық. Бұл мешіт тек сәулет туындысы ғана емес, барша мұсылман қауымының рухани орталығы, жүрекке тыныштық, жанға шипа сыйлайтын орын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, көріп, пікірлеріңіз болса пікір қалдырып, бірге толық қарап шығыңыздар. Мен ішінде не бар, не істеу керек, ішіне кірсе қалай екен бәрін көрсетіп шығамын. Толық видеоны қарап шығыңыздар. Міне біздер енді мешітке қарай бет алып келеміз. Осы кірер ауызы. Міне біз бірге кіреберіс тұста тұрмыз. Төмен осы жоғарыға эскалатормен жоғарыға қарай шығамыз. Алдымен осыны аяқ киімімізді шешіп, арнайы қойылған сөрелерге орналастырамыз. Барлығы ұқыпты және таза екен. Таза кең жер екен. Кіреберісте көгілдір түсті арнайы осындай жамылғылар ілініп тұр екен. Бұл мешіттің тазалығының сақтау және киім әдебіне сай болу үшін. Кез келген адам бұл киімді тегін киіп, ішке қарай өте береді. Киімдері өте ыңғайлы, жеңіл және тап-таза екен. Біз де осы киімдерден бәрін біреуден киіп алып, және ары қарай жүріп кеттік. Біз осындай дәлізбен өтіп жүріп, енді мешіттің ішінде зәулімді кең намаз залына өттік. Алғашқы қадамымыздан ақ ерекше бұл тыныштықты сезінеміз. Жанға жайлылық беретін тыныштық орын екен. Залдың ішкі жарық, кең, биік күмбезімен көмкерілген. Мына құбыласы жақ қабырғасы мен михрабы сәнді өрнектелген, әшекейленген екен. Аспанда ілініп тұрған алып люстра көздің жауын алады екен. Енді мешіттің ішіндегі бұндай әсемдікті видеоға түсіріп жеткізу мүмкін емес. Өз көздеріңізбен келіп көріп, сол жерде тұрып сезінген ерекше екен, басқаша екен. Айналада адамдар бірі намаз оқып, бірі Құран аяттарын парақтап отыр. Ал енді бірі жай ғана тынышталып дұға тілеуде. Бұл жер тек қана ғибадат орны емес, жүректің тазартып, ойың мен рухыңды тынығатын мекен екен. Бұл жерде ата-аналар балаларымен бірге келіп, осындай қаланың қақ ортасында, осындай көркем мешіттің рухани ортасында бірге сезініп жүр. Қазір сіздермен бірге мешіттің екінші қабатына көтерілеміз. Мында лестницамен, осыны баспалтақпен жайлап, жоғарыға қарай көтеріліп, жоғарыға шықтық. Енді жоғарғы көрінісі қандай болады екенін қазір сіздерге көрсетемін. Жоғарыдан қарағанда мешіттің барлық сұлулығы мен кеңдігі ерекше ашылады екен. Екінші қабатта әйелдер жамағатына арналған кең намаз залы бар екен. Сондай-ақ осы екінші қабаттың сөрелерінде түрлі Құран кітаптары қойылған. Бұл Құран кітаптарды әркім өз бетінше парақтап оқып көре алады екен. Біз осының бәрін көріп болған соң қайтадан төмен қарай түстік. Төмен түсіп, дәлізбен жүрсек, осы мешіттің ішкі бөліктерімен танысамыз. Осындай дәлізде әртүрлі шағын дүкендер орналасқан екен. Дүкендер бар, асханасы да бар екен. Ол дүкендерде әртүрлі діни кітаптар, Құран кәрімнің әртүрлі кітаптар бар екен. Құран кәрімнің түрлі басылымдары бар екен. Және де жұмсақ жай намаздар, ислами нақыштағы картиналар, және де Алланың 99 көркем есімі жазылған ерекше картиналар бар екен. Ол жерге келіп сатып алсаңыздар болады. Бұл дүкендерден тек қана зат қана емес, рухани байлық алуға болады, десек те болады. Шөлдеген жандар үшін арнайы салқын су құятын кулерлер қойылыпты. Кез келген адам еркін пайдалана алады екен.
егер жолдарыңыз Астанаға түссе, қонақ болып келсеңіз, қыдырып келген болсаңыз, міндетті түрде келіп өз көзіңізбен көріп, фото мен видеодан көрі жүрекпен сезініп ерекше әсер аласыз. Өз көзіңізбен келіп көріп кетіңіздер. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ұнамаған дұрыс сөздерді дұрыс айтпаған жерлерім болса, мені айтып жазып қойсаңыздар болады. Мен бәрін оқып көріп шығамын.